Сосын енді қазір ойлана отырыңдар, мына қазақ тойына біз мұнда жиналғандағы себебіміз ол болған нәрсені талқылап жатырмыз біз бәріміз. Мына қазіргі қоғамда болып жатқан нәрсені талқылап жатырмыз. Енді болашақта біз не істеуіміз керек деген турасында ойлана отырыңдар, ой қосайық. Қазақтың тойында не жалықтырады? Қазаққа тойына қандай өзгеріс керек, осы туралы қысқаша ғана қазір талқылаймыз. Иә, енді ол біздің бүгінгі жиынымыз бұл тек қана бастамасы, бір-ақ күнде барлығын тауысып тастаймыз деген әңгіме жоқ. Жаман қойшы өрісін бір күнде жеп тауысады дегенде, бәрін бір күнде айтып тастаймыз деген мәселе жоқ қой. Қазақтың тойында өзі бір жалықтыратын нәрсе қазіргі кезде ол тосттың мәселесі ғой, шындап келгенде. 4-ақ тос болған, 3-ақ тос болған тойларға бардық. Осы жерде отырған жігіттердің біразы барған шығар. Бір ренжіп қайтқан адамды көрген жоқпыз сол жерден. Мүмкін сол системаны бізге түбегейлі енгізу керек шығар. Осы жағын ойлана жүргеніміз дұрыс шығар. Асаба деген сөзді негізінде алай-былайға алып қарасаң аса бір мағына жоқ қой. Мұхтар Әуезовтің несінде де келеді ғой, жаңағы астаситын жігіттер деп айтылады ғой. Асаба деп. Ол официант деген сөз ғой былайша айтқан кезде. Жаршы деген сөздерді естігенбіз енді. Бір тойда екі жаршы болмайды деген қазақта сөз бар ғой. Айғайлап тұратын бәйгеде де жаршы, жақсылықтың жаршысымыз ғой. Мүмкін жаршы деп айту керек шығар. Оны енді ақылдаса келе кейін шешеміз. Баяғыда қазақ оны айтып тастады ғой. Аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп. Деңгейімізді білуіміз керек қой баға қою үшін. Мысалға UFC-да да бокста неге салмақ категорияға бөлінеді? Өйткені олардың деңгейін біледі олар. Мысалға жеңіл салмақтағылар мен ауыр салмақтағылар төбелестірмейді ғой. Сол секілді әрқайсымыз өзіміздің деңгейімізді білейік. Және сол менің деңгейім осы екен деп бұл жерде жігіттердің айтып отқан сол 100 000 теңгенің айналасында отырма деп жатыр ғой. Отырма, одан ары дамы, Макгрегор ұқсап салмағыңды қос кішкене, мойныңды жуандат та көбірек ақша тап деген әңгіме ғой. Әбдіхалық деген бұл көп болған жоқ бастағанда, иә? 18 жыл болды ма? Ассалаумағалейкум, Әбдіхалық есім. Иә, дейді да кетіп қала береді. Өтірік айтпай қойын, міне өзімнен неге кіші болса да бақ келісінен үйрендім мен тамадалықта. Айт дей, тұр да, кімнен үйренгеніңді айт. Айт бар. Иә, дұрыс. Енді жаңа 300 000 деп Русландар Ерох айтып жатыр ғой, ол ана ортасынан көріп қалған адамдар түсінбей қалып жүрмесін, ертеңнен бөліп саламыз ғой. Біреудің уағызын тыңдап отырып, есегі ақырса дәрет бұзылады деп айтты деген бір шу болған әңгіме бар ғой. Соның бас жағында айтылған әңгімелер бар ғой енді. Есекке су артып келе жатқан кезде есегі қашып кетіп, сөйтіп таямын соғады ғой амалдың жоғынан. Сөйтіп енді намаз оқиын деп жатса, есек келіп тұр дейді да, су есекте ғой. Су жақын жерге келгеннен кейін оның дәреті бұзылады деген соны айтқан ғой. Сол сияқты ол жаңа жігіттердің 300 000, 500 000 қоюдың алғы шартында ол бір екіншіден харттарыңызды алып келіңіздер, харт дискілеріңізді. Қазіргі мынау орта деңгейдегі қымбат, орташа деңгейдегі бишілер, жанды дауыстағы ансамбльдер барлығын контактісін бөлісіп, арнайы біздің 3 жылдан бері, 4 жылдан бері жинаған архивтарымды, яғни дайым папканы сатуға арналған, ұйымдастыруға арналған папканы мен тегін беруге дайынмын. Иә, естірің ғой, Жандос, харт деген мынандай үлкен не? Сен харт дегенді басқада естіп, мамашан ертіп бару үшін харттарды ертіп кел деп айтты ғой. Ондай телефон жоқ қой. Қорытындылай келе айтатынымыз жігіттер, ең бастысы білім керек қой. Білім керек. Ол білім деген нәрсе тек қана кітап оқи беру деген сөз емес қой. Қытайдан да білім алыңдар деген хадис бар. Ол біреуден көргеніңді үйренудің өзі білім. Мәшін жасауды үйренудің өзі білім, ойын ойлап табудың өзі үлкен білім. Құранның өзі алғашқы аятының өзі оқы деп келеді ғой, барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Ерболат екеуміз бірнеше рет бірге той басқардық баяғыда. Мен енді әзіл жағында жүрейін, сен кішкене сөйлейтін жағында жүрші деп. Кейіннен бір айтады ғой, бүгін неше түрлі сөздерді айтасың, қанша кітап оқыдым, ол соның ішінде біреу жоқ қой мынаның дейді да жаңа. Бәрі бүйтіп жазылып тұрады екен деп ойлап отыр ғой. Сол сияқты ол әр жерден анадан аналасына анализ жасауды және оны қорытып пісіруді үйреніп алсақ, ең бастысы бәрі дұрыс болған шығар. Мағынасын білмейтін сөздерді айтатындар бар. Өткенде бір тойға барсам, бір жігіт әңгіме беріп тұр. Мұзға қаққан шегедей болып, мұзды жарған кемедей болып, айға атылған жебедей болып, бірдеңе болып деп. Мен былай шақырып айтамын, сен не қылып айға жебе атып жүрсің деймін да жаңа. Айға жетпейді ғой ол бәрібірде. Ең болмаса жауға атылған жебедей болып деп айтпадың ба? Тисе тиеді, тимесе жерге түседі ғой айтып жүрдім. Сол секілді сондай нәрселерді ең бастысы түзеп қойсақ, сөз түзелді, тыңдарман сен де түзел деп осы топтың атын ашу себебімізде өткенде бір подкастқа бардым, осы Азаттық радиосы. Сөйтсем ол халық өзінен өзі түзеледі, оны асабалар түземейді деп маған бір оппонент, бір қарсы қыз келіпті. Абай сол сөзді айтқан кезде сөз түзелді, тыңдарман сен де түзел деп айтты ғой. Тыңдарман түзеліп кетті, айтушы сен түзел деп айтқан жоқ. Сондықтан да сол барлығымыз осы жерде сөз ұстап жүрміз, тізгін ұстап жүрміз деген жігіттер тамшыдай болса да үлес қосайық, халықтың түзелуіне, мына тойдың, қазақ тойының мәдениетінің түзелуіне үлес қосамыз деген ойдамын. Кеш берекелі болды деп өзім ойлаймын. Енді келесі осындай жиындарда аман есен бас қосуды жазсын Құдай. Болдық.